Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы темірлерді егеу. Сабағымыздың мақсаты білім алушыларды дөңес беттерді егеуді дұрыс жүргізуге үйрету. Егеу жұмыстарын орындаған кезде білімгерлерге техника қауіпсіздік ережелерін үйрету. Білім алушылардың теориялық білімін жетілдіру. Слесарлық жұмыстарды орындағанда егеу жұмыстарын жасауды үйрету. Өндіріс мәдениетін таңдаған мамандыққа, технологиялық тәртіпке, еңбекті дұрыс ұйымдастыруға деген сүйіспеншілікті тәрбиелеу. Адамның шығармашылық жұмыстарды орындау қабілетін көрсету үшін жағдай жасау, практикалық тапсырманы сапалы орындауға қол жеткізу. Сабағымыздың жоспары: жалпы мағлұматтар, егеуге арналған құрал жабдықтар, олардың түрлері, егеу тәсілдері, тәжірибе жүзінде егеуді үйрету. Бақылау сұрақтары: темірлерді егеу кезіндегі техника қауіпсіздігі. Өткір жиектері бар дайындамаларды егелеу кезінде кері жүргенде сол қолдың саусақтарымен ұстауға болмайды. Жоңқаны жұмсақ щеткамен тазалау қажет. Жалаңаш қолмен лақтыруға және үрлеуге тыйым салынады. Жұмыс кезінде тек мықты саптары бар егегіштерді пайдалану керек. Тұтқасыз және сынған немесе жарылған тұтқалары бар егегіштермен жұмыс істеуге тыйым салынады. Темірлерді егелеу. Егелеу дегеніміз металдарды және басқа да материалдарды өңдеу бойынша операция. Егеуіштердің көмегімен слесарь бөлшектерге қажетті пішін мен өлшем береді. Бөлшектерді бір-біріне қиыстыруды жүргізеді. Бөлшектердің жиектерін дәнекерлеуге және басқа жұмыстарды дайындайды. Егеуіштердің көмегімен жазықтықтарды дөңдейді. Қисық сызықты беттер, пазалар, жыралар, кез келген формадағы тесіктер, әртүрлі бұрыштарды орналасқан беттер және тағы басқаларды өңдейді. Егеуге қажетті құрал саймандар мен жабдықтар. Олар: егегіштер, әртүрлі пішіндегі темірлер, қолқап. Егеу. Егеу белгілі бір профильдің және ұзындықтың болат кесектері болып табылады. Оның бетінде қимасында сына пішінді бар кертпелер бар. Көміртекті болаттан немесе қоспаланған хромды болаттан жасалады. Егеуіштер кескіштің ірілігі бойынша, кескіш формасы бойынша, бөрененің ұзындығы мен пішіні бойынша, мақсаты бойынша топқа бөлінеді. Егеулердің саны бойынша ұзындығы 1 см-ді 6 нөмірге бөлінеді. Нөмір 1 ұзындығы 1 см-ге 5-13 тістері келетін жылма егеуіштер, үлкен кереует. Нөмір 2 ұзындығы 1 см-ге 13-25 тістері келетін жеке егеуіштер, орташа кереует. Нөмір 3, 4, 5 және 6 ұзындығы 25 см-ден 80 см-ге дейінгі тістері бар барқыт егегіштер, ең ұсақ кескіш. Егегіштердің бір немесе екі қондырмасы болуы мүмкін. Егеуіштердің түрлері: жалпақ, төрт бұрышты, үшқырлы, жартылай дөңгелек, дөңгелек, ромбы тәріздес. Надфильдер. Надфильдер деп егеу сияқты нысаны бар зергерлік жұмыстарға және тазалауға арналған шағын егеуіштер. Бетін щеткамен егеуге дайындау. Дайындаманы металл щеткалармен кірден, майдан, қабыршықтан тазартады. Содан кейін өңделетін дайындаманы егеу деңгейінен 8-10 мм жоғары жазықтықпен төске қысады. Осымен балалар, сабағымыздың теориялық бөлімін аяқтадық. Біраз шаршаған боларсыздар. Енді 1 минуттық сергітуден кейін тәжірибе жүзінде жаңағы егеудің іс-қимылдарын көрсетеміз. Қыздар, келіңдер, жігіттер, мен қажырға билейік. Келіңдер. Ой, жарай жігіттер қане. Hoppala.
Ал енді балалар біраз сергіп алған шығарсыңдар. Енді мынау егеудің түрлері. Егеулер өзінің түріне қарай, кертпелердің түріне қарай төртке бөлінеді. Бірлік, екілік, содан кейін доғалы және нүктелі боп төртке бөлінеді. Бірлік кертпелер оларды жұқа металдар мен құймаларды егеу кезінде пайдаланады. Ал екілік егеулерді көбінесе металл, болаттан жасалған металдар мен шойындардан жасалған металдарды егеу кезінде қолданады. Ал кертпелері ірі егеулермен көбінесе былғарыны, резиналарды және ағаштарды егеу кезінде қолданады. Ал енді егеу жұмыстарын жасап көрейік. Егейтін бұйымды төске мықтап бекітеміз. Және егейтін жерді төстен 1-2 см биіктікте ғана жоғары көтереміз. Себебі металымыз, егейтін теміріміз өте биік болса, майысып кетуі мүмкін. Сондықтан өте биік шығармаймыз. Егеу кезінде денеміз 45 градусқа бұрылып, сол жақ аяғымыз алға ілгерілей басады. Өйткені ауырлық күші сол жақ аяққа түсуі қажет. Егеу кезінде қолдың жағдайы қандай болуы қажет? Оң қолдың алақаны егеудің тұтқасын жабады. Яғни егеуді ұстайды. Үлкен саусағыңыз тұтқаның жоғарғы жағында, ал басқа саусақтар одан төменнен жабылады. Сол қолдың алақаны егеудің шетіне 20-30 мм шетінде орналасады. Ал саусақтар жартылай қисық орналасады. Егеудің жұмысы егеуді алға жылжыту. Ал керісінше бос, ешқандай қысымсыз тарту. Алға жылжытқан кезде жаңағы сол қолымызбен аздап егеудің бас жағын басамыз. Жұмыс қалпында қозғалыс біркелкі, тегіс ырғақты болуы керек. Егеу кезінде егеудің көлденең жылжуын қамтамасыз ету үшін оған екі қолдың, оң жақ және сол жақ қолдың күштері, қысым күштері дұрыс бөліну керек. Осымен тәжірибелік сабағымызды аяқталды. Келесі біз сіздерге бақылау сұрақтары. Егеулердің көлденең қимылдарының пішіндерін келтіріңіз. Егеуді таңбалы түрдегі белгімен көрсетіңіз. Қандай ақаулықтар бар болса, егеуді одан әрі пайдалануына тыйым салынады. Егелеу қандай әдістер қолданылады? Металды егелеу кезінде аяқтар мен қолдардың дұрыс орналасуы қандай? Егеудің дұрыс шегінісін шымшу арқылы көрсетіңіз. Жазық, кең беттерді өңдеу кезінде егеуді теңестірудің мәні қандай? Ал енді балалар, бүгінгі сабақ сіздерге қалай өтті? Қандай мағлұматтар алдыңыздар? Көңілді өтті ма? Жоқ, түсінбеген жерлеріңіз бар ма? Соны маған SMS арқылы, хабарлама арқылы 1-ден 5-ке дейінгі сандар бойынша хабарлама жіберіңіздер. 5 саны маған бәрі түсінікті, сабақ көңілді, қызықты өтті. Жаңа мағлұматтар алдым. 4
саны тақырыпты түсіндім, бірақ сабақ қызықсыз болды. 3 саны тақырып бойынша сұрақтарым бар. 2 саны тақырыпты толық түсінбедім, түсініксіз болды. 1 саны сабақ маған мүлдем ұнамады, тақырыпты түсінмедім. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.